Ассалаумағалейкум құрметті достар, мінекей Қытай елінен келген Xiaomi Mi 4C деген смартфон. Бұл смартфонды Қытайдан AliExpress сайтынан тапсырыс берген болатынбыз. Шамамен 25 күн ішінде жеткен болатын. Мінекей бұл смартфон қазір өте арзан бағаға алуға болады. Өзінің характеристикасының мықтылығына қарамастан, бұл смартфон негізі шыға салған кезде Қытайда $206 тұрған болатын. Бұл 2 гигабайт азу және 16 гигабайт өзінің жадысымен. Комплектациясында мынандай өзінің қысқаша мануал бар және мынандай скрепкасы бар. Және ол қағаздан басқа мынандай зарядкасы бар. Бұл зарядка Qualcomm Quick Charge 2.0 стандартын қолдайды, яғни бұл телефон және зарядка жылдам заряд алады деген сөз. Шамамен 1,5 сағаттың ішінде толықтай зарядталып бітеді. Мына жерінде характеристикасында көрсетілген 5 вольт 2 ампер, 9 вольт 1,2 ампер, 12 вольт 1 ампер ток береді. Және кабелі бар зарядкаға және компьютерге жалғауға арналған. Бұл кабель бірінші жағы USB компьютерге салынатын жағы, екінші жағы мынандай USB Type-C. Бұл жаңа шыққан стандарт, екі жағынан да бұлай сала беруге мүмкіндік бар. Осындай комплектациясы. Ішінде наушник, басқа еш нәрсе жоқ. Смартфонның өзіне келетін болсақ, бұл смартфон 6 ядролы Snapdragon 808 процессормен жабдықталған. Азу 2 гигабайт, өзінің жадысы 16 гигабайт. Камерасы 13 мегапиксель, сапасы өте жақсы деп айтуға болады. Мынандай керемет әдемі суреттер түсіруге мүмкіндік бар. Мына жерде күндіз түсірілген сурет, фронтальный камераға. Бұл жерде жаңағы цветопередача барлығы өте жақсы түсірілген. Камерасы мақтауға лайық. Аккумулятор 3000 мА. Алдыңғы жағы қап-қара, корпусы аппақ. Артында Mi деген Xiaomi'дің өзінің логотипі бар. Мынандай жылтырақ ойылып тұрып жазылған. Және динамик бар. Және 13 мегапиксельдік камераның көзі, екі түсті жарық диоды және микрофонға арналған тесік. Жоғарғы жағында наушник гарнитурға арналған ұяшығы және екі порт. Бұл Xiaomi смартфондардың басқа смартфондардан айырмашылығы десе болады. Ең басты осы екі порттың көмегімен үйдегі тұрмыстық техника, яғни телевизор болсын, кондиционер болсын, бақылауға болады деген сөз. Мына Mi Remote деген программаның көмегімен мына жерде TV дейді, асы кондиционер, вентилятор, TV бокс және көптеген осындай тұрмыстық техниканы басқаруға өте ыңғайлы. Мына жерде Hitachi деген үйдегі телевизордың пульті. Интерфейс осындай. Мына жерде питание, каналдар және дауыс реттегіш батырмалары бәрі бар. Осы сияқты кез келген тұрмыстық техникаларды бақылауға болады. Және сол жағында екі симкаға арналған лаптоп, төменгі жағында микрофон және USB Type-C-ге арналған порт, оң жағында дауыс реттегіш және қосу батырмасы. Алдыңғы жағы мына жерде Mi деген өзінің логотипі бар. Динамик сөйлесуге арналған және камера. Екі рет басып, двойной тап дейді. Экранға екі рет бассақ, экран ойнады, сондай функцияны қолдайды. Экран қосылған кезде төменгі жағында мынандай сенсор кнопкалары кішкене жанады. Әлсіз ғана жанады, бұл өте қатты көрінбейді. Бұл бір шетінен жақсы да, өйткені көзге қатты көрінбейді. Экраны өте сапалы, барлық жағынан қанша қатты өте шұғыл бұрыштан қарасақ та суреттері өте анық көрініп тұр. Дисплейдің жарықтығы да осындай өте жарық, күндіз жақсы көрінеді көшеде. Ал ең минималды өте төмен, түн ішінде көзді ауыртпай ыңғайлы көруге, оқуға болады. Операциялық жүйесі Android 5.1 және оболочкасы MIUI 8.
MIUI-дың соңғы версиясы өте жылдам жұмыс жасайды, ешқандай тежелу деген жоқ. Осындай өте сапалы, жақсы телефон өзінің бағасына, яғни қазіргі сәтте $110-115 өте тұрарлық телефон деп ойлаймын өзім. Өйткені барлық жағынан өте мықты телефон. Бұл жердегі процессор Snapdragon 808 процессоры LG-дің G4 деген флагманды процессорына қойылған, және Google-дың Nexus 5X деген смартфонына қойылған. Осы флагманды смартфондарға қойылған мықты процессордың арқасында мінекей Antutu бағдарламасында шамамен 70 мыңға жуық балл жинайды. Мінекей 69.700 деп тұр. Информация мына жерде барлығы көрсетілген. Мінекей Xiaomi Mi 4C, Android 5.1, 6 ядро, Adreno 418 деген видео ускоритель дейді. Жаңа ойындарға жауап беретін. Және ішінде барлық керек деген датчиктер бар, тіпті электрондық компас та бар бұның ішінде. Мінекей электрондық компасымыз. Мына жерде мінекей север, юг, восток барлығын көрсетіп тұр. Және компастан бөлек мына жерде уровень де бар мінекей. Қазір менің столым 1 градус кішкене қисық тұр. Сәл бүйтіп көтеріңкіресек, мінекей 0 градус болып тұр. Мінекей динамиктің дауысы осындай, өте анық әрі қатты шығады деп айтуға болады. Дауыс сапасы өте жоғары. Наушникте де, динамикте де өте сапалы шығады дауысы. Камерасына жеке тоқтала кететін болсақ, мінекей мына жерде бірнеше режим бар. Мінекей біріншісі голосом дейді, яғни дауыспен айтып фотоаппаратты іске қосуға мүмкіндік бар. Красивое лицо дейді, бетімізді кішкене дұрыс емес жерлерін жасыруға арналған. Және tilt sheet, таймер, гидрометр дейді, сюжет, панорама, ручной, ночной режим. Мінекей мына жерде ручной режимде выдержка, ISO, фокусировка, фокусты қолмен реттеуге арналған мүмкіндік бар. Достар, мінекей осы смартфонның бағасы теңгеге аударсақ шамамен 37-38 мың шығады. Яғни осы бағаға предтоповый дейді, яғни топовый смартфондарға жақын, өте мықты, сапасы өте жоғары смартфон ала аламыз. Мысалы, өздеріңіз қарасаңыздар, бізде қазір Қазақстанда магазиндерде 40 мыңға қандай сотка ала аласыз, қандай смартфон ала аласыз. Мінекей осындай характеристикасы бар. Мінекей Full HD, өте сапалы экран, 6 ядролы, өте мықты процессор, камерасы өте сапалы, 3000 мАч аккумуляторы бар смартфон 40 мыңға сіз еш жерден таба алмайсыз. Бірақ бұл жерде ең басты кемшілігі, бұл телефонның microSD картасы салынбайды. Яғни бұл жерде өзінің жадысы, памяті 16 гигабайт, және 16 гигабайт одан ары кеңейтілмейді, яғни үлкеймейді. Флешка салынбайды, тек қана 2 симка саламыз, болды. Ең басты кемшілігі осы. Басқа бұндай бағаға ешқандай кемшілігі жоқ. Енді 16 гигабайт біреуге жетеді, біреуге жетпейді. Әркім өзінің қажеттілігіне байланысты. Дегенмен, егер 16 гигабайт жетеді деп есептесеңіз, осы телефон ең жақсы вариант деп сіздерге нық сеніммен айта аламын. Сонымен, достар, осы әзірге назар қойып көргендеріңіз үшін көп рахмет. Каналға жазылып лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, ВКонтактедегі тобымызға қосылып, сол жерде қойсаңыздар болады.